Сәлем достар, видео соңында сізді бонус видео күтеді. Оны қалай көру керектігін видеоның соңынан көріп алыңыз. Ал бүгінгі тақырыбымыз құлақтағы нүктелер. Әрбір құлақ белгілі бір дененің толық картасы болып табылатынын білесіз бе? Олар орталық жүйке жүйесі арқылы сіздің барлық ішкі мүшелермен байланысқан. Әрбір құлақта денеңіздің белгілі бір бөліктерімен байланысты 6 нүкте бар. Оларды кәдімгі үйдегі киім қыстырғышпен қысасыз. Әрбір нүктені қысқышпен қысқан кезде ол сізге қуат береді және де денсаулықтың көтерілуіне әкеледі. Бірінші нүкте – құлақтың үстіңгі жағы. Ол арқа мен иықпен тікелей байланысты. Күн сайын 1 минут бойы осы нүктені қысқышпен қыссаңыз, осы аймақтардағы қысымды босата аласыз. Бұл әсіресе көп отырып жұмыс істейтін жандарға, отырықшы өмір салтын ұстанатын адамдарға қатысты. Екінші нүкте – құлақ иілуінің үстіңгі жағындағы нүкте. Ол ішкі мүшелермен әрқайсысымен аздап байланысады. Сондықтан, егер сіз ішкі ыңғайсыздықты, түсініксіз шаршауды және денсаулығыңыздың нашарлауын сезсеңіз, бұл жерге киім қыстырғышын бекітіңіз. 20 секундтан кейін өзіңізді жақсы сезінесіз. Ал негізі, ішкі органдарыңызда ыңғайсыздық себебін білу үшін дәрігерге баруды ұмытпаңыз. Үшінші нүкте – құлақтың жоғарғы ортасы. Ол буындармен байланысқан. Компьютерде ұзақ отырғаннан кейін буындардағы ауырсынуды және шаршауды жеңілдету үшін осы нүктеге қысым жасаңыз. Төртінші нүкте – құлақтың төменгі ортаңғы бөлігі. Бұл мұрын мен тамаққа жеңілдік әкеледі. Мұрныңыз бітеліп, сіз ұйықтай алмаған кезде осы нүктені қысқышпен қысыңыз. Сізге көмегі міндетті түрде тиеді. Бесінші нүкте – құлақ мочкасының үстіндегі нүкте. Бұл ас қорытумен байланысты. Бұл нүктеге қыстырғышты бекіту арқылы сіз асқазан мен ішектің ауырсынуын жеңілдетесіз. Бұл трюкті алдын алу шарасы ретінде де қолдануға болады. Алтыншы, яғни мочка нүктесі. Бұл нүкте жүрекпен, баспен байланысты. Жүрек саулығын қолдау және де мигрендер мен бас ауруларын жеңілдету үшін осы мочканы басыңыз. Достар, видео пайдалы болса, достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Киім қыстырғышпен осы нүктелерді қысып көріңіздер. Қандай әсер алдыңыздар, комментарийге бөлісіңіздер. Ал мен өзім жасап көрдім, маған өте жақсы көмек берді. Денеңізді тыңдай білсеңіз, бірден сезінетін боласыз. Ал енді бонус видеоны алу үшін каналға тіркеліп, ютубты бір обновить етсеңіз, сізге құпия видео ашылатын болады. Сіздерге сәттілік. Келесі видеода кездескенше достар.